Сәлем достар, дәл осындай өте дәмді және тойымды болып шығатын қуырдақ дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып кет. Бұл менің қуырдаққа арнап шығарған етім. Ішінде кәдімгі ет бар және бөтеке бар, жүрек бар. Осыларды ұсақтап турап қойдым. Алдымен қазанға осы қуырдақ пісірейін деп жатырған еттің іш майын турап қуырып аламыз. Әбден осылай қуырылу керек. Содан кейін үстіне дайын туралып жуылып тұрған етімізді саламыз. Бұлғап араластырамыз. Басында қатты отта тұрады. Одан кейін суы шығып, шамалы етіміз қарайғаннан кейін оттың асын баяу болып өзгертіп тастаймыз. Ішіне керегінше тұзын және бұрышын қосып жібереміз. Әбден ет пісуге жақын қалдау деген уақытта осындай іріленіп тұрған картобымызды және оның үстіне жуамызды қосып жібереміз. Бәрін жақсылап араластырып, тағы да қақпағын жауып бұқтырып аламыз. Жалпы ет менде жасыма болғандықтан 2 сағатта пісті. 2 сағатта жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Бұл қуырдақты мен жылқының етінен жасап тұрмын. Өте жас мал болғандықтан кәдімгідей жұп-жұмсақ тушенка сияқты болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын.